7 мамыр отан қорғаушылар күні және 9 мамыр ұлы жеңістің 81 жылдығына әуе қорғаныс күштері әскери институтында ашық есік күні ұйымдастырылды. Қазіргі таңда жастар бас қозғалысы, студенттер және мектеп оқушылары арнайы біздің институтқа келді. Осы уақытта Талғат Жақыпбекұлы Бегелдин ескерткішіне жастар бас қозғалысының оқушылары және студенттер гүл шоқтарын қою рәсімінен бастайын деп жатыр. Үлкен ұшақты көкке көтеретін осы мінекей ұшақтың двигателі. Машинада да двигателі болады ғой. Сол сияқты ұшақта да двигателі болады. Әскери медицина мамандығы да қарастырылған. Яғни біз болашақта осы әскери қызметшілерді, әскери госпитальдарды, әскери бөлімшелерде емдейтін боламыз. 8, 9, 14, 15. Міне қайсарлық танытып, өз мектебін абыройын қорғап, намысын бермеген жігіттер әскери институттың 50 жылдығына арналған медалімен осы марапаттаймыз. Мектептің намысын қорғап, осылай алдағы уақытта мектептің мәртебесін көтеріп жүре бер. Молодец. Құтты болсын. Молодцы. Отан қорғаушылар күніне арналған шараға біз Ақтөбе автожол колледжінен келіп отырмыз. Есімім Мадина Өмірзаққызы. Шара өте жоғары деңгейде өткізілген, білім алушыларға өте қызықты өтіп жатыр. Ұйымдастырғандарыңызға көп рахмет. Отан қорғаушылар күніне орай арнайы ансар ұжымының қыздары келіпті. Біздің осы отырған жігіттерімізге құрмет көрсетіп, еңбектеріңізге сіздерге көп рахмет. Тамаша сыйлық алып келіпті. 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын дейді. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен есімім Мұхангалиева Анель. Мен Ақтөбе көлік байланыс және жаңа технологиялар колледжінің 2-ші курс студентімін. Қазіргі таңда Ансар волонтер ұйымының мүшесімін. Осы волонтер тобының қыздары біздің жігіттерді құттықтап келді. Көп рахмет. Мен ұлдардың ерліктерін көріп, отанға деген қызметтерін көріп, таңғалудамын. Және де ұлдарға сәттілік тілеймін алдағы уақытта. Міне біздің курсанттар. Мереке құтты болсын. Мына жігітке де бере қойыңыз. С праздником тебя!